Мен ауырып тұрған жоқпын. I'm not ill. Мен жұмыс жасамаймын. I don't work. Неге біріншісінде I am not ill болды да, екіншісінде don't көмекке келді. Қазақшаға аударған кезде екеуі де етістік сияқты. Ауырып тұрған жоқпын, не істеп тұрған жоқпын, иә, немесе мен не істеп тұрған жоқпын, жұмыс жасап жатқан жоқпын. Айырмашылығы неде? Сәлем құрметті үйренуші, жағдайыңыз қалай? Бүгін біз керемет тақырып талқылайтын боламыз. Яғни қай кезде do'ді қоямыз, қай кезде to be'ді қоямыз. Осы тақырыпты дұрыс түсінген адам ағылшын тілін оңай үйренетініне сенімдімін. Ал кеттік. Құрметті үйренуші, қазір видео тест болады. Яғни мен сізге сұрақ қоямын. Сіз 5 секундтың ішінде жауабын айтуыңыз керек. Содан кейін мен дұрыс жауабын айтамын, және де не үшін олай болғанда түсіндіріп өтемін. Бірінші қоятын сұрағым, яғни қараңыз. I am not hungry бола ма? Менің қарным аш емес деген, немесе I don't hungry бола ма? Ойланып көріңіз. I'm not hungry or I don't hungry. I'm not hungry болады. Өйткені ағылшын тілінде hungry'ді аударғанда менің қарным ашып тұр деп аударғанымызбен, ол ағылшын тілінде адамның күйін білдіретін сын есім. Яғни сол үшін сын есім болғандықтан бізге to be керек. I am not hungry. Келесі үйреткім келетіні. Мен жұмыс жасамаймын, қалай болады? I don't work бола ма? Жоқ әлде I am not work бола ма? Сөйлемде етістік бар. Present simple кезінде етістік болған кезде оған болымсыз жасау керек болса, көмекке don't келеді. Яғни I don't work. Ол ауырып тұрма, яғни қызға байланысты. Қалай болады? Is she ill or does she ill? Басында біз үйреткендей, яғни не еді? Ill дегеніміз ағылшын тілінде адамның күйі білдіреді, сын есім. Сондықтан да ол жерде is болады. Is she ill? Ол орысша сөйлей ма? Қалай болады? Does he speak Russian or is he speak Russian? Яғни сөйлеу дегеніміз етістік болған үшін бізге көмекке does келеді. Does he speak Russian? Дұрыс жауабы осы. Сен ашулысың ба? Қалай болады ағылшынша? Do you angry or are you angry? Қай вариант? Angry дегеніміз ол ағылшын тілінде ашулы деген, яғни сын есім, ол етістік емес. Сондықтан да are you angry? Сен сағат 7-де оянасың ба? Немесе тұрасың ба, Қалай болады? Do you get up at 7 o'clock or are you get up at 7 o'clock? Қай вариант? Do you get up at 7 o'clock болады. Өйткені етістік бар сөйлемде. Сөйлемде етістік болғанда бізге көмекке do келеді. Олардың машинасы бар ма? Қалай болады? Do they have a car or are they have a car? Ойланамыз. Егер сөйлемде етістік болса бізге көмекке не келетін еді? Бар болу деген ол етістік. Демек, do they have a car? Олардың машинасы бар ма деген жауап дұрыс. Құрметті үйренуші, бір нәрсені есте сақтаңыз. Ағылшын тілінде, қазақ тіліне аударғанмен етістік болғанмен негізі сын есім болатын сөздер бар. Олар қандай сөздер? Олар sad, көңіл күйі болмау, ill, ауырып тұру, яғни бұлардың бәрі сын есім болады. Одан кейінгі үйреткім келетін сөз angry, ашулану, ашуланып тұру. Бұл бірақ сын есім ағылшын тілінде. Өйткені адам ашуланып тұрғанда күйін айтып жатыр адам. Hungry, қарны ашу, tired, яғни шаршап тұру, bored, яғни іші пысу, одан кейін late, кешігу. Осы сөздерді жаттап алсаңыз, сіз сын есім екенін білесіз, оларды әрқашанда to be'мен қолданасыз. Соны естен шығармаймыз. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.